Yok, bunun bärligi ötürk. Omar kechirimli adam bolgan. Katты bolsa özünün nefsini katты bolgan. Takva bolsa özünün жүрөгүнө takva bolgan. Kalgan adamlarga Omar katang bolgan, серьезный болганда, katang болган. Одан артык болмаган, яғни жидди, katang сөйлеткен. Қалайсың, қалай жағдайың, анандай әзілде онша болмаған Omar. Бірақ әзілдесетін өзінің де адамы болған. Күлетінмен күлген, әзілдесетінмен әзілдескен. Omar туралы білесіздер. Bir күні Omардың алдына bir адам жұмысымен кіріп қалса, Omar басын төмен салбыратып отыр. Bir кемпір Omарды басынан шығып тұрып ұрсып жатыр. Айғайлап тұрып: "Ей, Omar, сен кеше Omar чик едің." Енді бәріміз кішкентай болғанбыз ғой, дұрыс па? Кеше сен ғана, осы күн кеше ғана сен Omar чик едің. Базарларда өзіңмен жақсы, өзіңнен үлкен балдар күрестен жығып жүрген. Күресті жақсы көретін, төбелесті жақсы көретін. Енді Алла саған қолыңа мансап беріп, осындай үлкен егелік қылып қойыпты. Ей, Omar, ойнақтап жүріп от басып қалма. Қол астыңдағыларға дұрыстап қара деп атыр екен. Жамандық айтып атқан жоқ. Соны Omar басын салбыратып отырып естіп отыр екен. Сонда бір кісі келіп, мына кемпір қандай дөкей деп, әлгі шығып кеткеннен кейін, пайғамбардың соңынан келген халифасы, мына кісі қандай кісі сіздің басыңыз салбыратып қойған десе, бұл кісі Хаула бинт Салаба деген кісі болады. Алла бұл кісінің сөзін 7 қабат аспаннан естігенде, жерде тұрған Omar құлақ салмай ма деген екен. Ол туралы әлі өтеміз. Bir күні Omардың тағы да бір уақиғасы, әдейі Omar туралы айтып жатырмын мен. Ең қатты дейтін адам туралы. Bir күні bir кісі әйелімен ұрынышып қалады. Әлгі кісіге әйелі айғайлап тастайды, дауыс көтереді. Айтқанын қылмай қояды. Бұл ренжиді, істе десе істемейді. Бізде әсіресе қазір жігіттерде сондай ғой, ойлайды, анау әйел алдым деген сөз, ойлайды, қызметші алып қойдым, құл алып қойдым дейді. Хайт деген кезде жүгіріп кету керек ол. Ей, сенің қызың болса қандай болады, сен өзің болсаң қандай боласың? Ол да біреудің былай тал тайтып өтірген қызы ғой. Аузында десе, аузынан не сұқпасы соны тауып беріп, жаңағыдай ойбай сенің табаныңа кірген сен маңдайыма кірсін деп өсірді, ата-анасы оны да. Еркелеп өсті. Ол да кеше келген біреудің ерке сотайы, расында да. Сізге келе солдат болып самайды ол. Ол солдат қыла салатын құлыңыз емес, сатып алған, базардан тауып алған. Оны сабап тұрып, жәнін шығарып тұратындай, рас па? Пайғамбарымыз қатынын сабаған емес ешқашан. Ол ең соңғы нәрсе, сабайтын нәрсе ол. Онда да тек намаз оқымай қалса, Алланың ризалығына бір хасылық жасап, қайтпаса, басына кірмесе, әптен түсіндірдің, біліп тұрып деп атса, мақұл ол. Ал бірақ бет алды өзінің жектігін көрсету деген ол деген нәрсе ғой. Сонда әлгі кісі әйеліне айтса, әйелі сөз қайтарады. Ой десе, әйел одан да дауысы өсіп кетеді. Ай деп. Содан бұл ренжиді, жаман ренжиді. Сөйтеді да Omарға барады. Айтайыншы деп ренжіп бара жатып, дарбазасын алдына келсе, Omардың қатынының дауысы естіліп тұр. Ей, Omar, мен саған айттым, мен мынаны бүйтпе дедім, сен бүйттің, мына жерде дуалың қирап тұр, сенің қолың тимейді, сен қашан жөндейсің, мына жерің анандай, сенің мынау, сен жалқаусың, сен ай жіберіп жатыр әңгімені. Шыдай алмай, Omar-ма деп қарасын, шынымен Omar басын салбыратып отыр. Дейді да кетіп, бірақ енді ана келерден бұрын есік қағып қойған болады да. Тез бұрылады да, зып бара жатқанда Omar кеп ашып қалса, әлі кісі тайып бара жатыр ар жақта жаңағы. Тоқтап. Не болды десе, жоқ әкейін дейсің енді. Көріп қой, оны жалып айтайын десе, анандай болып тұр. Жоқ, айтсаң енді келдің десе, мен сен басыңдағы проблемамен келдім. Қандай проблема? Әйелімді маған дауыс көтеріп айқайлап атқасын, ренжіп, саған ренжімді айтайын десем, сенікі де сондай екен ғой. Сөйтсе, бері кел дейді. Отырғызып айтады.
өзінің орнымен қой. Бірақ ей пәленше, мына әйелім маған пәлен бала туып берді, мен азанда кетем, кешке келем, кірімді жуады, тамағымды істейді, үйімді сыпырып тазалайды, алып келіп берген нәрсемді ұқыпты қылып, ысырапсыз қылып ұстайды. Барлық қызметімді істеп жатқан кезде анда-санда айқайлапты да деген. Рас қой. Себебі өзіңіз ойлаңыз, Омардың айтпақшы болған нәрсесі, сізді бір жерге қамап қойсыншы 4 бөлмелі, 4 квадраттың ішіне, жынды болып кетесіз. Ана 2 балаға, 1 балаға өзі қандай боласыз? Ауылда шынан тезірақ деп қолынан. Немене айғайлап кетті деп балаға қараймаймын. Ол сол баламенен мияшып отырады. Ол біреу болмай қалса тағы ойлаңыз, ол неше бала, е? 1 бала 1 кемпірді өлтіріпті деген сөз бар, ол қалжың емес. Ол сонша балаға қарайды. Соның бәріне қарайды. Соның бәрін еркелетеді, ұрады, сабайды, бері тартады, ары барады. Соны шыдайды. Бір ма? Сен шыдай алмайсың оған. Не еркекке айтып отырмын? Шыдай алмайсың оған, сөз берем. Оған шыдайтын еркек жоқ шығар, білмеймін, өзім көрген емеспін ондай. Шыдай алмайсың. Ол шыдасаң мүмкін 1 күн шыдайтын шығарсың. Ол сөзіме болар шығар онда да. Бірақ шыдай алмайсың шындап келгенде. Ол шыдады әйел. Күніге қайталанатын рахметі жоқ жұмыс істейді. Рас па? Рахметі жоқ ол жұмыстың. Күніге қайталана береді. Ыдыс-аяқ жуады, үй сыпырады, баланың артын жуады, соның киімін жуады, үйді қарайды. Ол күніге келе береді. Оған рахмет айтпайды ешкім. Ол рахметі де жоқ, ол ақысы да төлемейді оған. Ол бітпейді тағы ше, күйбіңі. Күніге сол жұмыс. Бітпейді тағы. 2 болды бұл. Ал 3-шіден сіздің капризіңізге шыдауға әрекет қылады соның ішінде тұрып тағы. Ойлаңыз, сіз жұмыстан келіп қатыныңыздың еркелігін көтере алмайсыз кейде. Қойшы! Деп балаңыз келіп мойныңызды тартап отырын, қоя тұрсайшы бала дейді. Ойлаңыз. Ал ол сіздің тағы келіп үйге келіп талтайғаныңызды көтереді. Ойлаңыз ше? Сіз соған сонша істейтіндей өткізіп қойған неңіз бар? Ал айтыңыз сол мәселені, не құлыңыз ба? Кім ол? Соның бәрін өткізіп қойдыңыз. Балаңыз мойнында, үйдің опай-топайын бәрі мойнында, өзіңіздің 2 аяғыңыз мойнында, тағы салбыратып алғансыз. Соның бәрін бейшара көтеріп жатыр. Ал енді сол неріп жиналмай ма расында да, я? Сол үшін әйелдің рұсқақ болатыны содан. Анда-санда айқайлатып қойсаңыз еш нәрсе қылмайды. Бірақ орнымен да, ерік беріңіз, айқайлап не қылып алсын. Өзінің аяғының бар жерінде айқайлап алады. Ол сізге жамандық айтып жатқан жоқ қой. Ананы істемедің, мынаны істемедің, бүйтпедің, дұрыс айтса үндемеңіз. Дұрыс емес айтса ғана, бірақ онда да біреу айқайлап жатқан, екінші адам үндемегені жақсы. Себебі 2 адам айқайласа, ешкім естімейді ол кезде. Пайда болмайды да. Анау айқайлап біткесін жөндеп, түсіндірсеңіз түсінеді. Сен дұрыс емес айттың ғой, бұл тірлігің бәрін бекер ғой. Оны мынандай қылсам бітіп қояды бұл тірлігің десең, сондай ма? Айтпайсың ба? Енді айтайын десең, сен өзің айқайласың ғой, үндемедім дейсің. Амал жоқ қой енді да. Ол себебі бір айқайлап жатқан кезде өзіңізде ашуланған кезде нәрсе тыңдамайсыз. Сондықтан ашуда амал жоқ, аяқ жеуге тура келеді. Ана ашуына бәріне көнесіз. Болғаннан кейін сосын айтасыз да. Бірақ ашуына ашумен жауап берсеңіз, онда ақымақтық жасаған болады. Семья бүйтіп басқарылмайды, мемлекет бүйтіп бітпейді. Патша әркімге ашулана берсін, мемлекетте тірі адам қалмаса істеген екен біреу. Рас қой? Сол сияқты сіз өзіңіздің мемлекетіңіздің патшасысыз. Әркімге ашуланып бас кете берсеңіз, мемлекетіңізде дым қалмайды. Мынандай соқа басын сой деп шауып жүресіз бір өзіңіз. Жаңа ондай жігіттер де көп, қатынына жақпайды, баласына жақпайтын. Ол бір, бірақ екіншіден, енді ол әңгіме осындай жайында кеткеннен кейін айтып отқаным ғой. Халайық, мен Омардың істегенін істеймін деп, дінде қатты боламын, бәрін бүйтіп ұстаймын деген нәрсенің барлығы ол кішкентай баланың әңгімесі. Әрбір істе өзінің орны бар. Қатты сөйлейтін жерде сөйлеңіз.
Басқаратын жерде басқару керек. Қатынды басқа шығар деген жер жоқ. Баланы мойныңа шығарып ойнатып қой деген жер жоқ. Әр нәрсеге өзінің орнын тоқтатады. Бірақ жұмсақ жерде жұмсақ қыласың. Сахабалар да балдарын мойнына мінгізіп ойнаған. Әзіреті Омардың өзі балдарын бетінен сүйіп ойнатқан. Бетінен сүймеймін деген адамға мансап берген емес. Естеріңізде ол да. Bir адамға мансап беріп отырады. Пайғамбар Әзіреті Омарда бір кісіге бір мансап береді, үлкен должен. Әлгі бір жер басқаруға әкім ба, бір нәрсе болып бара жатады. Сонда соған қолына қатты қол қойып, мөр басып болғаннан кейін отырып, шай ішейік деп отырған кезінде Омардың баласы жүгіріп кетеді. Омар айналайын деп келіп маңдайынан сүйіп кішкентай ойнатып еркелетіп жібереді, бетінен сүйіп. Әлгі адам күліп айтады: "Сіз балаңыз бетінен сүйеді екенсіз ғой" дейді. Ана Омарды ойлайды, қатты деп, ойнаңыз, балаңыз бетінен сүйіп ойнатады екенсіз ғой. Жаңа Омарға қызыққандардың біреуі де әлгі: "Мен бала дегеннің бетінен сүймеймін үйде" дейді. Жаңа ол мықты да, военный адам да. Сонда Омар айтады: "Сондай ма? Қағазыңды әкелші көрейін" дейді. Қағазын алады да парт-пұрт жыртып тастайды, "Давай, қолыңа қызыл жалау" дейді. Ондай болса, баланың бетіне сүймейтін адам ертең халықты да қыратын шығар, бұратыла дейді. Бірақ қой, мен сенің қолыңа халық тапсып, ертең Алланың алдында жауап беретін шаруам жоқ. "Давай, вперед" дейді, арғы. Бетіне сүймесең, арғы жағын жүре бер. Рас қой мәселе. Жер бетіндегілерге рахым қылыңыздар. Жоғарыдағы зат сіздерге рахым қылады деген. Адамдарға ешқашан бөліп, сен анандайсың, сен мынандайсың деуге болмайды. Сен намаз оқымайсың, сен кәпірсің, сен мүшриксің, мұнафиқсың деп талтаңдап жүруге бір сахабаның қолынан келген емес. Омар, Абу Бәкір, пайғамбарымыз осылай жасапты деген бір уақиға алып келіңізші, анық дәлелменен. Айтыңызшы: кәпірлер" деп кіріп келіп, пәленшелер, намаз оқымайтындар, жаңағы анандайлар, мынандайлар деп теуіп тастап, олардың үстінен аттап кеткен уақиға ешқашан болған емес. Сондықтан мұсылман деген сөз сіздің қолыңыздан, тіліңізден басқа адамдар зәбір көрмейтіндер. Тіліңізбен қолыңызда абайлаңыз. Осыдан бір адамдар зияндық көріп қалмасын. Мұсылман болғаннан кейін басылуға тура келеді. Баяғы борец, боксер, каратист деген нәрселерді қоюға тура келеді. Оны грушаға көрсетіңіз спортзалда. О күшіңіз. Адамдарға көрсетуге болмайды ондай. Олар да Алланың құлдары. Ертең Алла сізді груша қылса не боласыз? Қой, сіз бүгін секіресіз. Алла ертең секірсе не болады? Сондықтан ұзын сөздің тобықтай түйіні, әсіресе жастарға айтатыным, әсіресе дінге жақында бет бұрып, әлі фанаттық қызық сезімі қалмай жүрген адамдарға, бауырларыма айтатыным, мына қызықтарыңызды кішкентай басыңқыраңыз. Әр нәрсенің қызығы бар, бірақ орнымен тақуалық істеңіз, қаттылық істеңіз, өзіңізге істеп көріңіз. Халықта сөз бар: өзіңнің басыңа ұрып көр дейді, ауырса сосын біреуге көресің дейді. Сол сияқты қандай іс болса, тақуалық болса, өзіңіз жасаңыз, істеңіз. Сосын бар басқаға айтуға әрекет қылыңыз. Субханакаллахумма ва бихамдика, Аллахумма рұқсат етсеңіздер, мен бір жерден күтіп алу едім.